Құрметті ұстаздар, бүгін дәл осы көрнекіліктің жасалу жолын сіздерге үйретіп көрсететін боламын. А3 форматта қараңыздар, қандай әдемі. Осының жасалу жолын осы сабақта үйренетін боласыздар. Ал сабағымызды бастаймыз. Canvaдан, Canva бағдарламасымен жасаймыз. Дәл осы көрнекілікті бүгін жасап үйренетін боламыз. Бір көрсетіп жіберейін. Мен бұның алдында сіздерге негізі видео түсірген болатынмын. Бірақ та бәрі өшіп қалды. Почему-то скачать етілмейді, жазылмайды. Енді қайтадан түсіріп жатырмын. Снимок экранды түсірген ғой негізінде. Болмай қалды. Енді қараңыздар. Жаңа беттен бастайық. Canvаны білмесеңіздер, YouTube'дан қарап бір үйреніп көріп алыңыздар бірінші. Енді қараңыздар, жаңа бет ашып аламыз. Мына жақтан создать деген бар. Бірінші тіркеліп аласыздар Canvaға, сосын создать басып А4 осындай таңдап аласыздар. Книжный вариант. Енді қараңыздар. Мына жақта, сол жақта Canvaның өзінің осындай инструменттері бар. Бізде бұл жерде керек элементы дегенге кіреміз. Осы жерден мысалы рамка деп жазамыз. Маған осындай 4-3 рамка керек. Үстінен бір рет басамын. Осы рамканы страницаға қойып, көрініп тұр ғой сіздерге. Страницаға қойып, арт жағын осылай. Так, қозғалып кетті. Осылай тартып аламыз до конца. Енді бұның цветін жоғары жақта осында тұр. Бұны телефонмен жазсаңыздар да болады. Қараны басып осылай келтіріп аламыз. Енді рамкадан тағы бір жаңағыдай рамканы алып шығып, бұны енді қазір ақ түске айналдырамыз. Сосын TikTok бұл көрнекілікті жасағанда рамканы мына жағын кішкене қалыңдау қыламыз. Қатты емес, аздап. Төмен жағы кішкене қалың болсын. Бұны ақ түске мына жақтан алып, бір рет бассаңыздар, нақты түстер шығады. Осыны ақ түске бояймыз. Мінекей бұның бас жағы дайын. Енді қараңыздар, плюсті басып, Яндекске кіресіздер, фотоларды скачать етуіміз керек. Мына жаққа, міне мына жақта тұр екен. TikTok PNG деп қасына жазуларыңыз керек. PNG деген ол жанында арасында шетінде ешқандай не жоқ деген сөз. Фон жоқ деген сөз. Осы жерден скачать етіп аласыздар. Менде бәрі уже скачать етіліп дайын тұр. Мен сіздерге көрсетіп қояйын қазір. Міне мынаны алыңыздар. Осыны негізі копировать басып вставить етуге де болады. Егер олай жасалынбаса, вставить етілді. Егер олай жасалынбаса, мынаны басасыздар да сохранить картинку деп загрузки, рабочий стол қайсысы ыңғайлы, соған сохранить етіп қоясыздар. Бұның барлығы түсінікті деп ойлаймын, өзі білетін шығарсыздар бұны. Бірақ та осы Яндексте ең сапалы суреттер осы жерде. Енді қараңыздар. Мен сіздерге жақындатып көрсетейін. Тым алыс болып кетті. Мына суретті кішірейтіп аламыз. Мына қараңыздар, осылай кіріп кетуі мүмкін. Ондай болған жағдайда назад деген кнопкасы бар. Назадты басасыздар. Егер мынау қайта-қайта кіріп кетіп жатса, суретті алыстатасыздар. Сол кезде мынандай кнопка шығады. Көріп тұр ма?
көрініп тұр деп ойлаймын. Осыны бассаңыздар, ол қозғалады. Міне сурет. Неге енді мына жаққа TikTok деп жазуымыз керек. Текстқа кіреміз. Басамыз. Осы жаққа ағылшын әріптерімен TikTok деп белгілегеннен кейін қараңыздар. Мына жақта бізде мына жақта эффекті деген бар. Осыған кіресіздер. Сосын онда TikTok-тың эффектісі бар осында. Осыны басып, мынаны төмен сүріп, осы жақтан, кішкене жақындап көрсетейін. Осы жақтан направление, сосын смешениемен осылай жазсаңыздар болады. Енді бұл мына жақтан алыстататын, жақындататын осы жерде тұр. Енді осыны жоғары қойып, бұның мына түсін қара түс болып тұр ғой, жазу. Осыны мына жақтан ақ түске өзгертуіміз керек. Енді қараңыздар, мына астыңғы жақтарына дәл солай мына жақтан Яндекске жазасыздар. Жаңа кірдік қой мына жаққа. Осы жаққа мысалы TikTok плюс кешірім өтем. Тілі ауыстырмаппын. Плюс PNG Мына бір плюс алсаңыздар болады, бұны өздерін жасасаңыздар болады. Осы жақтан іздеп солай табасыздар. Сосын мына жақтарға қойып шығу керек. Дәл осылай міне қойып шығасыздар. Қазір мынаны көрсетейін сізге, қалған бәрін мыналарды көрсетейін қазір. Интернеттен жазып аласыздар. Қалай жазуын қазір көрсетемін. Так, былай істейсіздер. Элементіға кіреміз, рамкаға кіреміз, немесе мына рамка деп жазамыз. Осы жақта бізге керегі, мысалы, жүрек керек. Жүректі бір рет басасыздар. Жақындап көрсетейін. Жүректі кішірейтеміз. Және оны мына жаққа қоямыз. Жүректің түсін жақтан өзгертеміз. Дәл жаңағыдай ғой барлығы. Ақ түске өзгерттік. Ақына жақта тұр. Бұның қасына жаңа комментарий. Комментарий осы рамканың ішінен тауып аласыздар. Мен бағана қолданғандардың ішінде ол бар. Міне нәурі комментарийдің осы суретін тауып алыңыздар. Рамканың ішінде баруын жүргізіп тауып аласыздар. Енді осыны кішірейтіп, размерін келтіріп, бұны ақ түске бояу үшін мына жақта ақ түске бояймыз. Мысалы, сұрдың орнына қараны таңдасаңыз, жанындағы сұрды өзгертсеңіз, көрінбей қалады. Енді бұл кішкене арасын бұлайынан алыстатып қою керек. Содан кейін тағы не бар еді? Ұмытып қалдым. Стрелка. Стрелканы мен неден мына жақтан алдым мен. Мына жаққа жазасыздар. Стрелка PNG без несіз, фонсыз деген сөз, және вектор деп жазамыз. Вектор деп жазсаңыздар, сіздерге кішкене мультяшный әдемілер шығады. Осы жерде міне осыны алған болатын бағана. Осыны скачать етіп, или копировать етіп аласыздар. Енді қараңыздар, бұл менде уже загрузкеда сақтаулы тұр. Мысалы, мына жаққа бір
фото қою керек болса, мен загрузкиден алып загрузить етіп қазір көрсетейін сіздерге. Мысалы, загрузить файлы, рабочий стол. Осы жақта мысалы бір сурет сақтап қойдым делік, міне стрелканы сақтап қойдым делік. Осыны ашамыз. Көрдіңіздер ме? Загрузить етілді. Мына жаққа шығып тұр. Енді бір рет басамыз үстінен. Сол кезде ол бізде осы жақта пайда болады. Кішірейтіп, мына бір ұстайтын несі бар. Осымен ұстап отырып алып келесіздер. Енді қараңыздар. Бізде фонмен шығып қалды. Мынандай фондары тұр. Егер бұны удалить етуді білмесеңіздер, оны да сіздерге қазір бір көрсетіп жіберейін. Негізі менде ол ютубта болу керек видеосы. Так, былай жазасыздар. Оп-оңай удалить фон. Бірінші шыққан, міне. Қалай оқылатынын онша білмеймін. Кейер фото деп тұр ғой деймін, міне. Осы сайтқа кіресіздер. Міне выбрать фото. Осы жерден фотоны аласыздар. Жаңағы фотоны көрсетсіз. Жаңағы фотоны таңдап алыңыздар, мысалы, кез келген біреуін басылай. Открыть. Басқа сайттар сияқты тура сондай, бәрі түсінікті тілде жазылған. Удалить етіп береді, сосын скачать free деген кнопканы басып, скачать етіп аласыздар. Енді қараңыздар, мына жаққа менде уже бағана дайындап қойған стрелка бар. Тура сол стрелка біз уже удалить етіп фонын солай қойғанбыз. Міне көрдіңіздер ме, шетіне кетіп қалды. Назадты басамын. Ой, X басылып кетті ғой. Так, байқамай басылып кетті. Еш нәрсе етпейді. Қазір қайтадан кіре саламыз. Canva-ның бір жақсысы, мысалы сіз байқамай шығып кетсеңіз, ноутбук өшіп қалса, бүкіл жасалынып жатқан жұмыстың бәрі сақталып тұра береді. Міне, менің жасап жатқан жұмысым уже тұр. Қайталап айтамын, ұстаздар, мен бұны екінші рет түсіріп жатырмын. Өйткені бұның алдында мен сіздерге осыны түсіріп дайындап жатқан едім, бірақ та жазылмай қалды почему-то. Енді бұны мен қайтадан түсіріп жатқандықтан уже мыналардың бәрі дайын. Бәрін интернеттен алған болады. Мына екеуін интернеттен алған жоқпын. Қалған бәрін интернеттен алып, мынаны осы жерден жасадым. Енді қараңыздар. Стрелканы бір рет бастым. Астында тұр ғой. Осыны басып, бүйтіп алып кеп қоямыз. Енді TikTok-тың мына астыңғы жақтарын жасау үшін жаңағы көрсеткенімдей интернетке жазасыздар. Міне Яндекске кіресіздер. Осында Яндекс деп жазыңыздар. Менде дайын тұр просто. Осын баса салам. Енді осы жерге қараңыздар. Мысалы, дом TikTok PNG вектор деп жазуға да болады. Мен картинкаға кірдім. Мен бағана осы жерден мынаны көшіріп жазып, осыны қоя салған болатын екен. Арт жағы қап-қара болып тұр да. Как раз маған осы келеді екен дедім да, осыны скачать етіп, сохранить картинку как, или копировать етіп, загрузки, сохранить. Мына жаққа қойған болатынмын. Мына жаққа қойдым, мынаны да сол жақтан скачать еттім, мынаны да. Осының бәрін іздеп табасыздар. Сосын қоя саласыздар. Мынаны көрсетіп жіберейін. Мына жақтағын көрсетіп жіберейін. Бұл да оп-оңай. Оп-оңай дегенде, бірақ бұның барлығы мен өте көп уақытымды алды. Бұның барлығы шынымен адам уақытын алады. Бәленбай сағаттап отырасың, бұны дайындаудың өзі қаншама сағат уақытын кетеді. Ал айтқанға оп-оңай. Қараңыздар, осыны рамканы домалағын алдым, қойдым. Енді осының үстіне мысалы сурет қою керек. Мына жаққа жаза саламын. Мысалы, мальчик де салайықшы.
бұл жақта негізі бәрі орысша, қазақша сөздер шықпайтын шығар. Фотоға кіріп осы жерден көрсеңіздер болады. Мысалы, мына суретті ала салайын. Мына суретті алып қараңыздар. Мышкамен көтеріп алып кеп, мынаның ішіне сала саламыз. Түсіп кетіпті ғой. Бұлар неге түсіп кеткен? Мынау дұрыс емес қойыпты. Бұл түсіп кетпеген. Қазір көрсетейін. Просто мынаны түсіру керек. Міне, көрдіңіздер ғой. Қазір жақындап көрсетіп берейін. Міне, жаңағы баланың суреті тұр. Так, дәл осылай астындағы нелерін қойып шығасыздар. Жаңа көрсеткенді интернеттен іздеп. Сосын не қалды? Сосын бұны шығарудың барлығы қазір көрсетемін. Мынаны шығарудың жолын, мынаның барлығын тоже интернеттен аласыздар. Сұрақтарыңыз болса жазыңыздар, міндетті түрде жауап беремін. Міне, көрнекілігіміз шығып жатыр, жаңа жасаған. Бірінші беті бас жағы шықты. Қазір оның жалғасы шығады. Екінші жартысы шықты, бірақ қараңыздар. Мен мынандай шетінде нелер кетіп қапты. Без поли деп белгілеп шығаруымыз керек негізінде. Мен осылай шығып қалыпты. Жарайды, еш нәрсе етпейді. Осылайынан қиып жасайтын боламыз. Ары қарай енді суреттерді шығарып алайын. Мінекей, қиып біттік. Енді бұларды ламинаттау керек. Қазір мен сіздерге көрсетемін. Так, мен ламинат аппаратын қосып жатырмын. Енді осындай А4 кішкентай аппарат көрініп тұр ма? Енді осы аппарат қызу керек. Оған дейін қағаздарды енді ламинат қағазға, параққа салып шығу керек. Мана кішкене тар болып тұр. Бәрі көрініп тұр деп ойлаймын. Аламыз. Енді көрдіңіздер, мынау кішірек болып шығып қалды, және жан-жағын бәрі кесіліп қалды ғой. Дұрыс емес, кішкентай болып шығып қалды. Бірақ та болады. Оның ламинат істегенде оны түбіне дейін жеткіземіз. Мынаның мысалы ортасында бос орындар бар. Бұл жаққа мынандай суреттерді кіргізіп жібереміз. Сыйдырып. Мына жаққа ешнәрсе сыймайды екен. Осылай кете берсін. Келесі бет. Оған да осылай салайық. Оның түбіне дейін. Егер де сіздерде мынандай ламинат жоқ болса, аппараты, мынандай не жоқ болса, онда скотч бар ғой, обычный, бұл мынандай емес. Енді қараңыздар. Сап-сары. Бұндай емес, аппақ скотч болады. Сол аппақ скотчпен мына бәрін жүргізіп шығасыздар. Сол кезде кішкене жылтырап, мықты болып тұрады кішкене. Мында басы сыймай қалды. Мынау сыйыр.
жасыл жанды так кішкене қыссын. Кейбір адамдар мысалы осының ламинаттың тек қана несін алып, осы парағын сатып алып, үтікпен жасап жататындар бар. Ютубтан қарасаңыздар, видеолары бар. Солай жасасаңыздар да болады. Ал енді арт жағы босап тұру керек негізінде. Ал енді мына жағынан, қатты жағынан жібереміз. Қиып біттік. Енді бір-біріне жалғап жабыстыруымыз керек. Аз көрсетемін. Енді қараңыздар. Мынаны так, енді жабыстырамыз. Мен обычный скотчпен жабыстыра берем, бірақ мына жақта обычный скотчпен болады, бірақ мынандай суреттерді двухсторонний скотчпен жабыстырсаңыздар жақсы болады, или липучкамен. Бірақ та жай скотчпен де бола береді. Мінекей осылай жасайсыздар. Сіздерге сәттілік, пайдалы болды деп ойлаймын. Мына қағазын астындағы қатты қағазбен шығаруларыңыз керек. Өзі вообще қатты болады. Мен қазір кішкене жұмсақтап көрдіңіздер ме? Қазір мен қайтадан алып, мынаны қатты қағазға жасаймын. Сол өзі мықтырақ болады. Фотоға да әдемі болады. Осылай фотоға түсіресіздер. Все, жақсы, сау болыңыздар. Рахмет сіздерге. Маған каналға жазылып қойыңыздар. Лайк басып қойыңыздар, пайдалы болса. Сұрақтарыңыз болса, комментарийға жазыңыздар. Всем пока.